бірі. Әрбір қимылы әдемілік пен ұштаса табиғат құбылыстарына немесе қоршаған ортаға байланысты екені бәрімізге мәлім. Бүгін сіздер тамашалайтын әдемі қимыл толқын. Толқын қимылының жасалынуын сіздерге көрсетейін. Ол үшін қолымызды біркелкі ұстаймыз, яғни шынтақпен қолымыз бір сызық бойымен. Содан бес саусағымыз бірге, жұдырықты жұмып, біркелкі саусақтардың ашылуынан осында бізде толқын әдемі қимыл пайда болады. Толқынның тағы да екінші түрі ол шынтақ толқын, яғни біз шынтақпен толқын жасауымыз болады. Толқын қимылы алдыға, жанға, жоғарыға немесе төменге орындауға болады. Бізден бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Қазіргі болып жатқан дүниежүзілік төтенше жағдайға байланысты бәріміз де карантиннен үйде отырғанымыз белгілі. Көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Біз бәріміз бірге жеңеміз. Біз біргеміз.